Тыңдармандарым, махаббат ертегісі 67 бөлімі. Ферман бар заттарын жинап, әфсаненің артынан кетпекші. Сол кезде Севда бөлмеге кіріп қалып, Ферман, саған не болды, неге жылап жатсың, деді. Урфада қойма өртеніп жатыр, мен кетуім керек, деді. Асаф төре Ферманның кімге тартқаны түсінбей әлек. Сол кезде Ферман кетіп бара жатқан кезде Гүлюзар Асаф төре мен Афетқаның барлығы не болып жатқанын түсінбеді. Асаф төре Ферманға, кетсең кет, барлық есеп шоттарымды құлыптап тастайын, деді. Ферман кетіп бара жатқан кезде Жанфиза мен Махир келіп, барлығын білді ме, деді. Білді, деді. Сонда сен бізді қиын жағдайға тастап кетіп бара жатсың ба, деді. Хуршид пен Қабош әңгіме қылып жатқан кезде Севда ханым естімесін деген сөзді Севда келіп, мен нені естімеуім керек, деді. Не ғой, Севда ханым, Урфада қоймақ өте қатты өртеніп кетіпті, соны айтпақшы едік, деді. Жанфиза енесі, яғни Сүрия ханымға, біз балалы болмаймыз, және де біз жақындаса алмаймыз, оңаша қала алмаймыз, деп айтты. Сол кезде Махир келді. Бірнеше күннен бері ашуым басылмай жүр, деді. Ол қалыпты жағдай, деді Сүрия. Ферман мен Әфсане оңаша қалып мәз-мейрам. Махир Салихқа, сен Сараға ұсынысты әдемілеп жаса, қыздар анау-мынау нәрсені ұната бермейді, таңғалдыра білу керек, деді. Севда болса, бүгін ғашықтар күніне Ферман келіп маған сыйлық жасайды, деді. Ол Ферман Урфада ғой, деді. Сол кезде Күршет Гүлюзарға алқа сыйлап үйге сыйлық жіберіпті. Оны көрген Гүлюзар мәз-мейрам боп мойнына алқаны тағып алды. Сол кезде сыртқа шыққан кезде Севда оның мойнындағы алқаны көріп, алқа алғансың ба, деді. Сол кезде Жанфизаны Махир төменге шақырды. Сыртқа барлығы шықса, Махир Жанфизаға қып-қызыл әдемі көйлек сыйлапты. Екеуі бір-біріне махаббаттарын білдіріп тұр. Севда Ферманға хабарласып, бүгін ғашықтар күніне маған сыйлық сыйлайсың ба, деді. Жаным, мен 3 ай бойы бара алмайым, деді. Сол кезде Ферман таксист болып жұмыс істеп жүреді. Ферман мен Әфсанені тұрып жатқан пәтерден қуып жіберуге Афет ханым мен Асаф төре келді. Мен барлық заттарымды дайындап қойдым, деді. Сол кезде Афет Әфсанеге ақша бергенде, Әфсане, маған керек емес оны ақшаларыңыз, өзіміз күн көріп өзіміз асыраймыз, деді. Сол кезде оның таксист екенін естіді. Ал Сәлім Рашидке, сен барлық жағдайын жасадың Махирдің, ал Махир болса сені Күршет екеуі сатып кетті, деді. Мен әлі оларға көрсетем, саған бір нәрсе айтуым керек, деді Рашид. Афет ханым Гүлюзарға Ферманның таксист болып жүргенін, Севда бір құрпысына кеткенін айтты. Оны естіген Гүлюзар таң қалды. Қалайша, деп. Ферман мен Әфсане жаман жерге, яғни дәретханасы жоқ жерге, амал жоқ, ақшалары жоқ болған соң келді. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркелеміз.